Баршаңызға қайырлы күн. Өзбек халқының халуасын дайындағыңыз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге небәрі қажетті заттар: 1 стакан салқын су, қант, сары май, құрғақ сүт, ванилин және лимон қышқылы. Ең алдымен табамызға су құйып, қант саламыз. Содан соң лимон қышқылын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Табамызға отқа қойып, сироп пісіреміз. Жақсылап араластырып 15 минут пісуі қажет. Содан соң сироптың дайын болғанын білу үшін бізге кесеге салқын су құйып, сиробымыздан тамызып, осылай дөңгеленіп шықса, демек біздің сиробымыз дайын деген сөз. Осылай дөңгеленіп шығады. Бұл халуа өте дәмді. Қонақ келсе жасасаңыздар, қонақтарыңызды таң қалдырасыздар. Себебі дәмі ерекше, нәзік болып шығады. Жаңағы сиробымызға сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ванилин қостым мен. Ванилин да өз бетінше ерекше дәм беріп тұрады. Жақсылап араластырылған массамызға содан соң сухой сүтімізді салатын боламыз, ұнтақталған сүтімізді. Бірденнен салмаймыз, 2 бөліп салатын боламыз. Жақсылап араластырып, ешқандай түйіршіктер қалмауы қажет. Жақсылап араластырып, содан соң екінші бөлігін саламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болады. Мен бірінші рет жеп көргенімде таңғалғам, қандай нәрседен жасалынған бұл деп. Содан соң іздене келе өзім де үйрендім. Сіздерге де кеңес берем. Балаларыңызға да қатты ұнайтынына сенімдімін. Содан соң екінші бөлігін салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала бір ыдысымызға, мен торт пісіретін формаға пергамент төсеп, осы массамды біркелкі болып араласқан соң, соған төсеп шықтым. Осылай мен біркелкі етіп араластырып аламыз. Өзбек халқының кокант халуасы деп аталады. Базарда да, дүкендерде де сатылады. Осылай формамызға салып, бетін тегістеп, біркелкі етіп аламыз. Бетін тегістей келе, әрлеу үшін мен грек жаңғағын пайдаландым. Грек жаңғағын ұсатып, бетіне сеуіп шығып, тегістейміз. Содан соң бөлме температурасында 4-5 сағатқа суы қажет. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Дәмі өте керемет болып шығады. Міне дайын тұр, осылай болып шығады. Шаймен ішкенге керемет. Видеоны аса лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.